Бірінші салалы мектепке қойылған турникет системасының базасы менен, платформасы менен һәм отчетлар менен сіздерді таныстырып өтемін. Қазірде бірінші сол платформаға кіргенімізде көзіміз түсетін сол салаларды айтып өтейін. 2215 оқушыдан қазіргі уақытқа дейін 1483 оқушы келген. Бұл яғни реал таймда істеп тұрыпты. Данный моментте істеп тұрыпты. Һәм 37 жұмысшыдан 23-і келген. 125 мұғалімнен 82-сі мектепке келген. Ал мына тарапта болса историяны көруіңіз мүмкін. Яғни жасылары мектепке кірген, екінші Г класс оқушысы Ынтызар Байрамова 13:47-де мектебімізге кіріп келген. Қызыллары болса мектептен шыққанын аңлатып тұрады. Ал мына тарапта болса мектептің ұлымалық бүгінгі оқушыларының келу проценті. Яғни қазірге дейін, қазір сағат 13:48 болды, 67% оқушы келген. Бұл процентлер еле көтерілуі мүмкін, себебі әбеттен кейін оқитын оқушылар бар. Олар еле толықтай келіп үлгермеді. Ал ортасында болса біздер бір айлық мектептің графигімен танысуымыз мүмкін. Яғни бұл өзі система 19-ында іске қосылды. Сол 19-нан бастап көрсетіп басталады. Мына жерде болса аз болып тұрғанын көруіңіз мүмкін. Бұл 6-шы күн, 6-шы күні болса кіші класслар оқымайды, тек үлкен класслар оқиды. Соның есабынан аз болып тұрды. Ал астында болса класслардың процентлерімен таныссақ болады, келу процентлеріменен 13 оқушыдан 12 келген бірінші А класста, яғни 92% құрап тұрды. Бұның үстіне бассақ, сол класстың спискісін көруіңіз мүмкін. Яғни жаңа бір оқушы келмеп еді, бұл Қазбек Айтмұратов. Бұл жерде Хамизаттың қасында сәнелер бар, яғни мына жерден сәнелерін өзгертіріп 26-27-сіндегі мектептің көрсеткіштерімен танысып өтсек болады. Кешіккелер менюсына өтетін болсақ, бұл жерде кешіккелерді солармен таныссақ болады. Азыр бірінші орында 11-ші Г класс тұрыпты, яғни 34 оқушысынан 17-сі кешігіп келген. Әлбетте бұлардың үстіне басып, кім екендіктерімен танысып өтсек болады. Осы оқушылар кешігіп келген. Сол қатар келмеген оқушылармен танысып өтсек болады. Осы оқушылар келмегендер. Һәм класслар менюсына өтетін болсақ, бұл жерде әрбір класстың процентлері менен көрсетіліп өтілген. Яғни 4-ші Д класс оқушылары бүгін 100% келген, үстіне басып көрсек те болады. 5-ші Б класс 65% келген, бірінші болып келмеген оқушылар тұрады, одан кейін келген оқушылар дальше кетеді. Һәм де календар бойынша, яғни 25-ші күнгі отчетпен танысып өтсек болады. 25-ші күні 2-ші А класстан 89% құраған. Платформамыз осы көрінісінде. Һәм менің өзіне айтқан тапсырмалар, функцияларым менен істеп береміз. Специальный мысалға, маған мынандай функция керек дейтін болса, сондай функцияларды қосып беру имканиятына да иеміз. Ондан қалай берді, сіздерді планшет һәмде телефондан пайдалана алу имканиятымен таныстырып өтейін. Телефондағы көрінісі осы көрінісінде болады, планшеттегі көріністері осы көрінісінде болады. Интернетке қоса алатын любой устройство менен пайдалансаңыз болады.